Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Спорттың екіде кезекті шығарылым қазір ғана Чемпиондар лигасының финалы аяқталды. ПСЖ 5-0 мен Интерді ұтып, өз тарихында алғашқы рет маңызды Чемпиондар лигасының трофейін алып отыр. Бұл өте маңызды дегеніміз не үшін өте маңызды? 2019-2020 жылдары Бавариядан ұтылып қалғаннан кейін ПСЖ дәл осы кубокты көкке бастарына көтергісі келді, бірақ мүмкіндік болған жоқ. Дәл осы 2025 жыл енді бағы жанып отыр екен. Қызық, тартысқа тола матч болды деп айтсақ болады. Бірақ Интер ПСЖ-ға тосқауыл қоя алған жоқ, 5 гол ұрып кетті. Дәл осы Чемпиондар лигасының финалын арнаймыз. Бүгінгі шығарылымы Спорт 12 телеграм арнасы әдеттегідей тікелей трансляция жасады. 6000-ға жуық адам тікелей көрді. Ендеше біздің телеграм арнаға жазылып және сайттан оқи жүріңіз. Біз бастаймыз. Жалпы армандар орындалады дейді ғой. Қанша жыл армандаған ПСЖ-ның арманы биыл дәл осы бүгін арманы орындалып тұр. Себебі Бавариядан ұтылып қалғаннан кейін ПСЖ әрекет жасады, финалға шығуға мүмкіндік болмады. Өзінің құрамына легенда жұлдыздарды алып келді. Неймар сынды, Месси сынды, сонымен қатар Мбаппе ойнады десек болады. Дәл осы үштік кеткеннен кейін ПСЖ-да жаңа дәуір басталды десек қате емес. Себебі міне биыл тревел жасап тұр, Чемпиондар лигасын жеңіп тұр. Дуэ, Хакими, Кварацхелия деген ойыншылар өте керемет ойнады. Дембелені айтсақ болады, жақсы шабуылдады. Бірақ 19 жастағы Дуэ дубль жасап кеткенінде ескеру керек. Интер неге дәл осы ПСЖ-ға қарсылас бола алмады? Неге тоқтата алған жоқ? Неге ең болмаса бір гол сала алмады? Себебі білмеймін, мен Барселонамен болған Интерді бұл ойында көрген жоқпын. Бұған дейін білеміз, тәжірибесі бар. 3 рет Чемпиондар лигасының финалына келіп, жеңімпаз атанған бұл команда алғашқы рет кубок ұтайын деп тұрған командаға ұтылып қалу, еще 5-0 мен ұтылып қалу менің ойымша өте ауыр тиді десем болады. 70 мың жанкүйер оны жерде, соның ішінде Интердің жанкүйерлері көзіне жас алып, жылап жатқан кездер болды. Ойынға келетін болсақ, 12-ші минутта Хакими Дуэнің пасынан кейін гол салып есепті ашты. 1-0. Сонда да Интер қатты депрессияға түскен жоқ, өзін босатып алған жоқ, бірақ та 20-ші минутта Дуэ енді өз салды. Жалпы айтыңдаршы, 19 жастағы ойыншылар, мынаяқтан Испанияда Ямал, Францияда Дуэ, сендер не жеп жатсыңдар? Қалай бұлай дайындалып жатсыңдар? Қалай дубль жасауға болады Чемпиондар лигасында? Айтыңдаршы. Содан кейін, 20-ші минутта гол салдың, жарайды. 63-ші минутта тағы да Витиньяның пасынан кейін дубль жасап кетті. Өте тартысты және қызықты болды. Сары карточкаларда бүгін жалпы төреші аяған жоқ, шетінен берді. Дуэ алды, футболкасын шешкен үшін жалпы стадионның жартысы шешініп кетті десек болады. Дәл осы голдан кейін Кварацхелияны да айтсақ болады. Грузиядан келген Дембеленің пасынан кейін өте керемет гол салды. Өте жақсы ойын болды. Бірақ осы Чемпиондар лигасының финалында жеңіске жетуге Энрике шәкірттері өте лайық болды. Ол да лайық болды десек болады. Өте қызық финал болды, тартысты финал болды. Жалпы айтқан кезде неге Интер бұдан алдыңғы болған ойындардың көрсете алған жоқ? Не үшін білмеймін енді, бірақ бұл ойында мен Интерді көрген жоқпын. Мюльсті айтсақ болады, 86-шы минутта гол салып 5-0-ге жеткізді. Өте сондай қызықты матч болды.
Жалпы бұл ойында допқа иелік ету көрсеткіштерін айтатын болсақ, 59%-бен ПСЖ, 47-де Интер болып тұр. Соққылар 23 рет соққы жасаған ПСЖ, ойлаңызшы, 23 рет, ал Интер болса 8 рет қана соққы жасап отыр. Бұрыштамалар 4 рет, Интер 6 рет мүмкіндік алды, бірақ оны голға айналдыра алған жоқ. Бірақ өте тартысты ойын болды. Бұл ойында маған шаңалық болған, өте мен үшін жарық еткен жұлдыз болған Дубе болды. 19 жаста дәл осындай Чемпиондар лигасында, қайталап айтам, дубль жасап кетті. Өте жақсы ойнады десек болады. Жалпы бүгін ПСЖ шабуылда да ойнады, сонымен қатар қорғанысқа да қайтты. Міне нағыз футбол мерекесін көрсетті десек болады. Тағы да не айтуға болады бұл матч туралы? Бәлкім Барселона шыққан кезде ПСЖ-ға мүмкіндік болмас еді. Бірақ дәл осы жылы жеңімпаз атану керек болды. ПСЖ міне жетіп отыр. Өте керемет болды. Енді алғашқы Чемпиондар лигасының кубогын басына көтерген париждіктерді мен шын мәнінде құттықтаймын. Өте керемет, бұл айтқан кезде ойын болды. Мен бүгін ПСЖ-ның ойыншыларына өте жақсы баға беремін. Мен өте қаттан қалдым. Инзаги шәкірттері де барын салды, жақсы ойнады. Енді бірақ та бұл жерде ПСЖ-ның үстем болғанын, басым болғанын айта кеткеніміз үшін. Құрметті достар, ПСЖ-ның фандары, сіздерді дәл осы Чемпиондар лигасында жеңістеріңізбен құттықтаймын. Келесі шығарылымда кездескенше аман, саулықта жүздесек. Біздің телеграм арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.